бүгін сіздермен бірге әдетте мен Бақыт және бүгінгі қызықты мәліметтер бағдарламасының тақырыбы атақты Титаник киносы туралы. 1997 жылдың 19 желтоқсанда ақш-та режиссер Джеймс Кэмеронның атақты Титаник киносы шыққан болатын. Ол кино небәрі 15 апта аралығында Американың кино апталарының бірінші орнын алды. Титаниктің ең соңғы көрінісінде адамдарға сұлулық болған жоқ. Олардың бет-әлпетін, шаштарын компьютердің көмегімен өңдеген. ақш-та Титаник киносының ең соңғы кинотеатрларда көрсетілген уақыты 1998 жылдың 28 қыркүйегінде болды. Джеймс Кэмерон 2012 жылы өзінің Титаник киносына 100 жыл болғанына орай 3D үлгісінде жарыққа шықты. Фильм 3D үлгісіне шыққаннан кейін 18 апта аралығында $60 миллион қаражат жинады. $200 миллион қаржы жұмсалған кино әлемдік прокатта $2 миллиард табысқа кенелді. Ал осымен біздің деректеріміз аяқталды. Сіздер осындай деректерді күтесіздер ме? Келесі тақырып қандай болсын? Қош